Қызылорда облысының дін істері басқармасы хабарлайды. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 453 бабының 2 тармағы бойынша интернет ресурстарында діни араздықты қоздыру, экстремизм мен терроризмді насихаттауға бағытталған ақпараттар жариялауға, таратуға және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 490 бабының 1-3 тармағы бойынша діни әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттарды арнайы рұқсаты жоқ жерде сатуға және таратуға болмайтындығы көрсетілген. Заң талаптары бұзылған жағдайда 53 мың теңгеден 397 мың теңгеге дейін әкімшілік айыппұл салынады. Сондықтан күмәнді діни топтардан сақтанудың бірнеше жолдарын ұсынамыз. Ол үшін мына қарапайым қағидаларды жадыңызда ұстаңыз. Бірінші, ақпаратты рұқсат етілген ресми парақшалардан алыңыз. Екінші, діни пабликтер мен қоғамдастықтарда ойталқы жасамаңыз. Үшінші, күмәнді діни бағыттағы парақшаны айналып өтіңіз. Егер діни бағыттағы өзге де сұрақтарыңыз туындаса, 87242 235207, 8702 552 6676, 8705 215 5748 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қызылорда облысының дін істері басқармасы.